Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгінгі сабағымызда біз халық әні «Беу айдай» деген әнді үйренетін боламыз. Ол әніміздің қағысы төмен жоғары, яғни алма-кезек қағыс төмен жоғары деген қағыстармен ойналады екен. Ендеше кеттік. Ең бірінші бізде ол 7-де 9-ды ұстаймыз. Үстіңгі шекте 9, астыңғы шекте 7. Осы жерде 4 қағыс ойнаймыз. Алма-кезек. Келесі бізде 9-да 10. 9-да астыңғы шекті 3-пен, екінші саусақпен, үстіңгі шекті 10-да 3-ші саусақпен ұстасақ ыңғайлы болады екен. Бұлай ауысқанға және осы жерде тұрып және де 4 қағыс қағамыз. Және қайтадан 7 және қайтадан 9-ға келіп, бұл жерде енді 8 алма-кезек қағыс тартамыз. 4, 5, 6, 7, 8. Бұл бізде бірінші қатарымыз бітті. Келесі бізде екінші қатарымыз. Қайтадан 7-9-ға келіп 4 қағыс қағамыз. 1, 2, 3, 4. Қайтадан 9-да 10, 4 рет тартамыз. 1, 2, 3, 4. Келесі бізде қайтадан 7-де 9, тағы да 4 қағыс ойнаймыз. 3, 4. Және қайтадан 9-да 10, 4 қағыс. Келесі бізде тағы да дәл осылай қайталаймыз. 7 4 рет, 9 4 рет. Және келесі енді бізде 7-де тұрып 4 қағыс қағамыз, бірақ 4-шісі ауысамыз, 4-те 5-ке ауысып кетеміз. Яғни ол бұлай. 1, 2, 3 және 4-те 5-ке 4-ші жоғары 4. Келесі бізде 7-де 5, 4 қағыс. Келесі бізде 4-те 5 қайтадан 4 қағыс ойнаймыз. Төмен, жоғары. Келесі бізде 2-де 0, 4 қағыс. Бұл жерде де төмен, жоғары. Келесі бізде 4-тің тек өзі ғана, үстінде 5 жоқ. 3 рет ойнаймыз. Төмен, және 4-шісі 2-ге ауысамыз, жоғары. Келесі бізде 0-де 0 ашық, 8 қағыс ойнаймыз. Төмен, жоғары 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Осымен бізде 4 қатар болды. Енді осы 4 қатар дәл осылай қайталаймыз. Сол кезде бізде 8 қатар, яғни әніміздің бір куплеті бітетін болады. Келесі бізде қайырмасы 0-де 0-мен басталады. Яғни 3 қағыс. Төмен, жоғары, келесі екінші перне жоғары. Келесі бізде 4-ші перне 3-ші саусақпен, немесе 4-ші саусақпен алсақ болады, немесе 2-ші саусақпен алсақ болады. 3-ші саусақ ыңғайлы. 4 қағыс ойнаймыз. Төмен, жоғары. Келесі екінші перне төмен, жоғары. Және келесі 4-те тұрып 3 қағыс ойнаймыз. Төмен, жоғары, және 2 жоғары. Бұл бізде 9-ші қатарымыз, яғни қайырмасының 1-ші қатары, ал әніміздің 9-ші қатары. Келесі бізде 10-ші қатарымыз 0-де 0, 4 рет. Келесі екінші перне тағы да 4 рет ойнаймыз. Келесі бізде 0-де 0 ашық, бұл жерде 5 қағыс ойнаймыз. Төмен, жоғары. Келесі бізде 11-ші қатарымыз 9-да 7 қайтадан, үстінде 9, астында 7, 4 қағыс ойнаймыз. Төмен, жоғары. Келесі бізде 9-да 10, тағы да төмен, жоғары. Келесі бізде 7-де 9, 3 қағыс. Төмен, жоғары, және 4-те 5 жоғары. Келесі бізде 7-де 5, 4 қағыс ойнаймыз. Төмен, жоғары. Және біздің 12-ші қатарымыз, ол 4-те 5, 4 қағыс ойнаймыз. Төмен, жоғары. Содан кейін екінші перне үстін ашамыз. Бұл жерде де 4 қағыс. Төмен, жоғары. Келесі 4-те 5, 3 қағыс ойнаймыз. Төмен, жоғары, және 2 жоғары. Және 0-де 0, 1 қағыс төмен ойнаймыз. Осымен қайырмасы бізде бірінші куплетimiz
4 қатардан, яғни 8 қатар қайталадық. Ол бізде бірінші куплеті. 8, енді 9, 10, 11, 12 қатарларды қайтадан қайталаймыз қайырмасына. Сонда бізде жалпы қосқанда 16 қатар болады екен. Яғни бізде бірінші куплетінде 8 қатар, 4-4-ден 2-ін қайталаймыз. Және қайырмасындағы 4-ін тағы да дәл солай қайталаймыз екенбіз. Ол кезде бізде 16 қатар белайда әніміз аяқталады екен.